Қайырлы уақыт қазақ елі. Жоғарғы билікте отырған жемқордардан бастап, өңірлердегі әкімдерден құтылмай, халыққа жақсылық жоқ екені ашық хабарланды. Әкімдердің міндеті және халық алдындағы жауапкершілігі дегенге келетін болсақ, осы жақында ғана осы су проблемасы шыққан кезде Астананың іргесінде тұрған Қосшы ауылының тұрғындары әкімдікке өздерінің наразылығын айтып келді. Артынша ол азаматтарды сотқа тартып, айыппұл салды. Бұны қалай түсінуге болады? Жоқ, ол вообще мен көрдім да күліп отырдым. Сонда біз полицейлік мемлекетпіз ба? Жоқ, демократиялық елміз ба? Ал әкім деген, әкім керісінше сол өзі бару керек қой халыққа. Ол кабинетінде отырып алып, әлбетте, дұрыс айтасыз. Вот өз басым, кәдімгі керзі етік киіп алып, аралап жүрген кезім болды. Оны елдің бәрі біледі, мен істеген жерде барып. Сұраңыздар, әлі де ұмытқан жоқ, сол Жамбылдың халқы, Шымкентте, кәдімгі бәрін. Бізде кабинетте отыру деген жоқ болады. Біз қайырды, топ поляда жүреміз, топ нерде. Қазіргі әкімдер сонда не қорқа ма, или білмей ма? Енді меніңше бұның бәрі де бұлардың деңгейінің төмендігінен деп ойлаймын мен. Олар халықтың алдына барғанда не айтарын білмейді. Біз әкімдерді неге білмейміз? Себебі олардың бәрі ешқайсысы халықпен кездеспейді. Халыққа барып, соның мұң-мұқтажын соны естіп, соның бәрін бойына сіңіріп, сол арқылы өздеріне жоспар жасамайды. Қажет болса, егер облыстың или ауданның жағдайы жетпей жатса, халықтың бәрі көріп отыр, мынау олардың бәрі өзінің жұмыс істеуіне де оңай ғой. Сіз өзіңізбен көрген нәрсені жеткізіп бару оңай, ал естігеніне қарағанда. Сондықтан да бұндай бірінші соны жасаған үшін әкім жұмыстан кету керек, оның орнына қарапайым халық. Әлбетте, қарапайым халықтың ешқандай әлі жоқ. Қазір Конституцияға да жаңағы мынау құқық қорғау органдарының құқығын деген олардың несін бәрін үлкейтіп қойған. Әйтеуір халыққа не болса да сол халықтың қорғау. Енді осыған орай қазір мен енді бұл енді айтылып жүрген мәселе ғой. Қазір қараңыз, мынау штраф деген нәрсе. Бұл не деген? Сонда президенттің 29 жылы біз ВВП-ны 2 есе көбейтеміз дегені штраф арқылы көбейткісі бар ма? Бұл вообще адамның оғымына кірмейтін нәрсе. Анау кеше телевизионда айтып жатыр ғой, ана сары мен қызылдың ортасын. Онда дейсіз, шын айтады, мен оған қосыламыз. Сарыны алып тастау керек та, біреу қызыл, біреу көк болып тұру керек, ол жасыл болып. Ол әшім бер жағында ғана. Қай жерде барсаңыз бәрі штраф. Анерде де штраф, нерде. Ал мемлекеттің өзінің қандай міндеті бар, қандай орындап отқан халыққа беріп отқан несі бар. Барлық жерде қымбатшылық қазір. Мен өткен жолы үйге қарай келатып, бір кефир алайын деп, магазинге кіріп бір кефир алдым. 640 теңге. Біз ауыл шаруашылығы дамыған ел емеспіз ба? Қазақ елі біз, негізгі біз ауыл шаруашылық. Сонда ары қарай басқа қалай? Мынау жай қарапайым жаңағы ана қайырда базарға барып, сөздерді әйтеуір қап сатып, біреуден алып сатып, бір бәле қылып, зорға күн көріп жүргендер қалай олар? Сонда күн көріп жүр деп ойлаймын мен. Бұл не деген масқара? Сонда неге біз осы айранды бәрін өзім шығарамын? Біздіге қырғыздың айрандары келіп жатыр қазір. Қырғыздар әкепті. Қырғыздар бұл жағынан вообще мықты. Сіз қазір қараңызшы, мынау күнделікті қажетті товардың бәрін қырғыздар өздері шығарып жатыр. Олар екінші Қытайға айланып келе жатыр қазір. Егер сіз заказ берсеңіз, бір қазақты жасап берсең, қазақты жасап береді, адам тірідей қылып әкеп береді алдыңызға. Сол сияқты қандай мебель, маған итальянский мебель жасап берсең, итальянский мебель жасап береді. Енді біз несінен неге кембіз? Неге біз дамымаймыз соның бәрін? Енді айта берсе сұрақ көп. Соның кейін шын мәнісінде бізде естетін ел құрамыз дегеннің бәрі әшейін жай сөз болып шықты. Естетін ел болса, бізде қаншама азаматтар, мен біреуі солардың бір оппозиция, немесе осы ел жаман болсын деп жүрген жоқ. Мысалы үшін Санжар Боқаевтың өзін тыңдаңызшы. Соны егер тыңдап, соған шешім қабылдайтын болса, соның өзі талай бюджетке ақша алып келеді, миллиардтаған ақша алып келеді. Одан басқа да қанша азаматтар, қазір әсіресе жастар көп осы өздерінің наразылығын білдіріп, осының бәрін айтып жатыр. Бұның бәрі жақсылықтың нышаны емес қой. Олар өз халқына жау емес қой. Олар жас, біздің болашақтарымыз. Олар жастар көріп отыр қазір. Міне күн көре алмай жүргендеріне кейін осындай жағдай. Сондықтан да босқа халықтың ашуына тимей, халықтың бәрін бүйтіп шеттеп таспай, керісінше халықпен жұмыс істеу керек. Әкім дегеніміз халықтың ортасында жүру керек сол жерде. Кабинетте істейтін тірлік жоқ оларда. Не істейді? Не, олар бір завод құрып жатыр ма, фабрика құрып жатыр ма? Бәрін істеп жатқан халық, тек солардың ақшасын санау ғана бұлардың тірліктер қазір. Әйтпесе әкімде жұмыс жоқ. Біз істеген кездегідей жұмыс жоқ.
мен оны дәлелдеп беремін. Соншама бюджеттің бәрін, ол келген ақшаның бәрін санап үлгере алмай жатыр. Басқа тілде айтпай ақ қояйын мен просто. Сөйтіп отырып, тағы да міндет қылады. Халық келсе, сен мен алдыма келіп сөйлейсің, неге деп оларға тағы штраф салады. Мінекей халықтан алшақтаудың ең бірінші қадамның негізі осы. 30 жылда саналы түрде елді тек тонаумен айланысқан билік, соңы осындай 10 облыс бірдей су астына кететін, министрі адам өлтіретін, сондай мемлекетке жемқорлықтың шегі жоқ. Түсінікті ғой, ондай саясатпен 30 жылдық тоқтаусыз, ессіз осындайға келетініміз. Енді қараңыз, бізде қазір политтехнолог дегендер бар ғой. Мына қазір жұрттың бәрі, мына 10 облыстың жаңа су татып, жұрттың бәрі аш жалаңаш, не үй жоқ, күй жоқ жүргеніне қарап атқан жоқ. Қазір Бишімбаевтың жаңағы соты ең негізгі мәселе болып қалды. Көрдіңіз ба? Қалай бұлар сонда жұртты алдайды? Біздің халықты қалай бұрсаң солай жүре береді ғой, біздің халықты просто бейшара қылып қойған ғой, шын айтқанда. Одан ренжімес халыққа маған оның бәрі. Действительно солай ғой. Әйтпесем, сол Бишімбаевтың соты маңызды ма? Енді ол өмірде не болады? Бола береді, өлтіріпті, оны соттайтындар бар, сол жақта. Соны ашық сот жасау керек деп, тек қана жаңағы телевизорды қойып жүрсеңіз, Бишімбаевтың соты. Анау бағдарламада да гиперборейді көрсеңіз, одан да сол, анаусын қарасаңыз, одан бәрі қазір соны азынан кешке дейін көрсетеді. Жұрттың бәрін тастап ұмытты. Ана жақта топан болып жатқан, ана екі адам көмек күтіп, ерсет көтеріп, содан олардың бәрі қайтыс болғанның бәрі керек емес. Ол үшін де кім жауап береді? Мінекей, емесе біздердің бәрі қазір телевизорға қарап отырсаңыз, кәдімгі түкке тұрмайтын киноларды қойып қойған, жұрттың бәрі істейтін түрі жоқ болғаннан кейін, не жұмысы жоқ, сол әйтеуір уақыт өткізу. Мына жерде де қазір соның бәрі бұрмалап, осыған алып келіп отыр. Яғни саяси технологтар тек халықтың назарын аудару Иә. мәселені шешу емес. О жағынан енді бұлар ең алғашқы орында тұр, енді мастер, енді ол. Шетелде оқығандарын солай ғана ақтап жатыр ғой. Солай болу керек, сол жаңа политтехнолог. Олар керісінше мына демократияландыру, жаңа бағытта жүру туралы жастар. Осыған орай мен ойлаймын өзім. Біз, мысалы, мен де соның бірімін, мен де қызмет істедім. Егер мен кінәм болса, мен мойындаймын оның бәрі қай уақытта болса да. Біз сонда не қалдырамыз болашақ жастарға? Қандай өсиет қалдырамыз? Қандай мемлекет қалдырамыз? Немізбен мақтанамыз халыққа? Мен жазған кітабыма да осындай сұрақ қойдым өзіме. Мен де соның бірімін, ортасында жүрген. Сонда не қалдырамыз, не деп айтамыз? Өзіміз бұлап бітісін шығарған, коррупцияның алдыға қойған ең бірінші жұмыс дүние тану. Біз өзіміздің ұлттық негізіміздің бәрін жойдық. Қазір тек қана ақшаң болса ғана сенмен амандасады. Қазір ақшаң жоқ болса ағайындарың да амандаспайды. Ана бір өлең бар ғой. Осындай мәселелер өте көп.